Bismillahirrahmanirrahim. Құран сөзінен Ахмет атты пайғамбардың келетіндігін білген Алланың елшісі Мұхаммед алейхиссалам оған құрма сүйегін аманат етіп табыстауды Арыстан бабқа тапсырған. Арыстан баб бала Ахметті қазақ елінен, қазақ жерінен тауып, оған Мұхаммед алейхиссаламның аманатын табыстаған. Алланың елшісі Мұхаммед алейхиссалам Әл-Мисақ уәдесіндегі Алла тағаланың өзі куәлік етіп бекіткен өз аманатынан тұратын ата заңы дүниеге келетін Ахмет атты пайғамбардың тілеуімен оның қазақ елінен, қазақ жерінен жүзеге асатындығын білген. Сол тілеуге иелік етіп дүниеге келген Ахмет атты пайғамбар бабамыз Қожа Ахмет Яссауи болатын. Қазақта ораза айында құрма жегенде тілеу тілеп жеңдер деген сөз содан қалған. Исламның аман ісінен тұратын Мекке Медине қаласына жасалатын қажылық та әлі күнге дейін дұрыс жолға қойылмаған. Қажылық Мекке Медине қаласынан кейінгі тілеу тілеп қазақ еліндегі, қазақ жеріндегі Қожа Ахмет Яссауи кешенесі орналасқан Түркістан қаласынан аяқталуы тиіс. Өйткені Аллаға деген сенімің, Алланың елшісі Мұхаммед алейхиссаламға деген ниетің жерден тілеу арқылы ғана жүзеге асады. Сауд Арабия король Фахд дүниеден өтерінде бізге екі қасиетті қала белгілі. Бірі Мекке, екіншісі Медине қаласы. Ал үшінші қасиетті қала бізге белгісіз. Біз сол үшінші қасиетті қаланы тапқанда, оны халықаралық бас қала деп жариялаймыз. Сол кезде әлемге тыныштық орнап, барлық қауым бейбіт жақсы өмір сүретіндігін айтқан. Еврей мен араб елінің Иерусалим қаласына таласатындығы, олардың Иерусалим қаласын үшінші қасиетті қала деп тануында болып отыр. Олар үшінші қасиетті қалаға иелік еткен ел өз дінімен әлемге өз билігін жүргізетіндігін олар жақсы білген. Олардың енді не үшін Иерусалим қаласына таласатындығын айтпаса да түсінікті. Еврей елі қара киініп, Иерусалим қаласындағы көз жасы қабырғасына барып, жасайтын құлшылықтарында қабырғаның қуысына жазып қалдыратын хаттарындағы Құдайдан сұрайтындары Иерусалим қаласына иелік ету, жерден Сүлеймен патшалығын жалғастыру, әлемге өз дінімен өз билігін жүргізу. Еврей елі ақыр заманда Алла сөздің ақиқатынан тұратын өз патшалығы, Алланың қалауымен қалаған елінен қалаған адамы арқылы өз әмірімен бекіп жүзеге асатындығын білмеген. Оны 18 мың қаламға патшалық құрған Сүлеймен патша білген.